Өзін-өзі иландыру байлыққа жеткізер үшінші қадам. Өзін-өзі иландыру түп санаға әсер ететін құрал. Өзін-өзі иландыру адамның бес сезім мүшесі арқылы ақыл-ойын сендіріп, әлде бір іс-әрекетті істеуге өзін көндіруін білдіретін термин. Басқа сөзбен айтқанда, адамның сол әрекетті істей алатынына, қолынан келетініне өзін сендіре алуы. Бұл сәтте адамның миының саналы шешім қабылдай алатын бөлігі мен түп санасы тоғысып байланыста болады. Санамызда үстемдік етіп тұрған ойлар, оның жағымды немесе жағымсыз болуы маңызды емес. Еркімізден тыс түп санаға әсер еткенде өзін-өзі иландыру принципі жұмыс істей бастайды. Адамға келген ой жақсы болса да, жаман болса да, өзін-өзі иландыру принципі болмаса, түп санаға ене алмайды. Нақтырақ айтсақ, бес сезім мүшесі арқылы қабылдаған сезім әсерлері мидың саналы шешім қабылдайтын бөлігіне келіп тоқтайды. Сол жерден ары қарай түп санаға өту немесе кері қайту мүмкін. Осылайша санамыз түп санаға кіретін есікті күзетіп тұрған күзетші рөлін атқарады. Табиғат бізді жаратқанда бес сезім мүшесі арқылы түп санамызға жететін материалдың бәрін толықтай бақылау мүмкіндігін берген. Алайда біз оны әркез қолданып бақылау жасаймыз деп айту қиын. Көп жағдайда адам сол мүмкіндікті тіпті қолданбайды. Сондықтан да жер бетінде тапқаны тамағына әрең жететін кедейлер көп. Түп сананы топырағын құнарлы бау-бақшаға теңеуге болады. Оған өзіңіз қалаған өнімді екпесеңіз, арам шөп басып кетеді. Өзін-өзі иландыру арқылы адам түп санаға нәрлі әрі пайдалы жеміс егу керек. Оған немқұрайлы қарасаңыз, тағдырыңызды талқандайтын теріс ойлар, ақыл-ой бақшасына тұқым салып, көктеп шыққанын байқамай қаласыз. Бірінші тарауда 6 қадам туралы айттық. Сонда өзіңізге қажет ақша сомасын қағазға жазып, оны күніне 2 рет дауыстап оқып тұрыңыз, және сол ақша қолымда бар деп елестетіңіз дедік. Бұл нұсқаларды орындаған кезде қалауыңызды түп санаға өткізесіз. Уақыт өте келе солай болатынына шүбәсіз сене бастайсыз. Әдеттерді қайталаған сайын ойлау дағдысы қалыптасады. Ойлауыңызды ақшаға айналдыру үшін әрекет етуге дайын болыңыз. Кітапты ары қарай оқымай тұрып, арманға жету жолындағы қадамдарыңыз толық жазылған қағазды қолға алып, тағы бір рет мұқият оқыңыз. Содан соң 6-шы тарауға жеткенде шабыт сыйлайтын әрекеттер жайлы 4 нұсқаулықты да оқып шығыңыз. Өзін-өзі иландыруға қатысты кеңес пен осы 2 нұсқаулықты салыстыра келе, нұсқаулықтардың өзін-өзі иландыру принципін жүзеге асыруға көмектесетініне көзіңіз жетеді. Сондықтан есіңізде болсын, қалауыңыз жазылған қағазды оқығанда, соның көмегімен ақшаны билеу қабілетін қалыптастырмақсыз. Эмоция мен сезім болмаса, сөзді құр оқып шыққанның пайдасы болмайды. Мысалы, Эмиль Куэннің күн сайын барлық жағдайынан жақсарып келемін деген әйгілі формуласын өзіңіз сенбей, эмоциясыз қайталасаңыз еш нәтиже бермейді. Түп санаңыз эмоция мен сезімге суарылған ойды ғана мойындайды, соған сай әрекет етеді. Түп санаңыз эмоция мен сезімге суарылған ойды ғана мойындайды, соған сай әрекет етеді. Бұл қағида өте маңызды, сондықтан әр тарау сайын қайталап отырамыз. Көп адам өзін-өзі иландыру принципін жасағанда көңілі толарлық нәтижеге жете алмайды. Өйткені түп санасы эмоция мен сезім аралас ойды ғана қабылдайтынын түсінбейді. Солғын дауыспен салғырт айтылған сөз түп санаға жетпейді. Ауыздан шыққан сөзге, миға келген ойға шынайы сеніп, ықыласпен, жігерленіп айтсаңыз ғана түп санаңыз оған иланады. Әдегеннен өзіңіз ойлағандай нәтижеге жетпесеңіз, салыңыз суға кетпесін. Эмоцияны бағыттау оңай жұмыс емес. Есіңізде болсын, ештеңе бермей жатып, бірдеңе алам деуге болмайды.
түп санаға әсер етудің өз құны бар, соны төлеу керек. Қанша тырыссаңыз да түп сананы алдай алмайсыз. Оған әсер етіп, иландыру үшін бірінші тараудан 13-ші тарауға дейін баяндалатын принциптерді тұрақты түрде орындау қажет. Қол созған биігіңіз, ақшаны билеу, қол созған биігіңіз күш салуға тұрарлық па, жоқ па, оны тек өзіңіз шешесіз. Орташа көрсеткіш заңы осы көздер арқылы ақша таратуға көмектескен сирек жағдайларды қоспағанда, даналық пен тапқырлық ақша шақырмайды және оны ұстап қалуға да көмектеспейді. Бұл кітапта сипатталған әдістер орташа көрсеткіш заңына тәуелді емес. Өзін-өзі иландыру принципін қолдану қабілетіңіз белгілі бір тапсырмаға көңіл бөліп, сол тапсырманы міндет санап, қалайда орындауға тиіспін деп тырмыққаныңызға байланысты. Бірінші тарауда сипатталған 6 қадамды орындай бастағанда ойды шоғырландыру қажет болады. Толық сенсеңіз ғана түп санаңыз бұйрықты қабылдап іске кіріседі. Мысалы, өзіңіз қалаған ақша сомасын ойша елестетіп алыңыз. Сосын көзіңізді жұмып, ойыңызды шоғырландырып, сол соманы көзбен көріп тұрғандай, ақша қолыңызда тұрғандай сезімде болыңыз. Кем дегенде күніне 1 рет солай елестетіңіз. Назар аударып, жаттығуды орындап жатқанда сол ақша менде бар, ұстап тұрмын деп сезініңіз. Ең маңызды факт, түп сана абсолют сенім түрінде берілген кез келген бұйрықты орындайды. Сол бұйрыққа сай әрекет етеді. Бірақ түп сана оны қабылдап сіңіру үшін бұйрықты қайта беру керек. Бірінші тарауда берілген нұсқаулықтар осы тарауда қамтылған принциптерге қосылады, жиынтықталады. Нәтижесінде қалауды оның ақшалай баламасына айналдыратын формула пайда болады. Оған немқұрайлы қарамаңыз. Бар ықыласыңызды салып, мүмкіндігінше тез орындаңыз. Бірінші, тыныш жерге барыңыз. Ең ыңғайлысы ұйқыға жатар алдында төсекте отыру. Ешкім сізді мазалап ойыңызды бөлмейтіндей жер болсын. Көзіңізді жұмып, жинағыңыз келетін ақша сомасын қағаздан дауыстап оқыңыз. Өзіңізге елестейтіндей етіп, оны жинауға қанша уақыт кететінін және ол ақшаға алатын зат немесе қызмет түрін айтыңыз. Осы нұсқаулықты орындағанда ақша қолыңызда қазір бар деп елестетіңіз. Мысалы, сіз 5 жыл ішінде қаңтардың 1-не дейін 50 мың ақш долларын жинауды ниет еттіңіз делік. Сол соманы жинау үшін қандайда бір тауар сатып, қызмет көрсетесіз. Жазбаша мәлімдемеңіз мынандай болуы мүмкін. 2025 жылдың 1 қаңтарына дейін менің қолымда 50 мың доллар болады. Ол соманы бір емес, біртіндеп жинаймын. Ақшаға айырбас ретінде мен тиімді қызмет көрсетемін. Барынша көп тауар сатуға тырысамын және қызмет сапасы өте жоғары болады. Осы соманы жинай алатыныма сенемін. Оған сенетінім соншалықты, көзімді жұмғанда ол ақшаны көріп тұрмын. Оны қолмен ұстай аламын. Бұл сома оған айырбас ретінде менің қызмет көрсетуімді, тауар сатуымды күтіп, маған келуге дайын. Сол ақшаны табу жоспары керек. Жоспар дайын болғанда оны мүлтіксіз орындаймын. Екінші, осы бағдарламаны жинағыңыз келетін ақшаны көргенше, яғни қиялды елестете алғанша, түнде де таңертең де қайталаңыз. Үшінші, қалауыңыз жазылған қағазды түнде және таңертең көзге көрінетін жерге қойыңыз. Ұйқыға жатарда және оянған бойда оқып жаттап алуға тырысыңыз. Есіңізде болсын, осы нұсқаулықтарды орындағанда түп санаңызға бұйрық беріп, өзін-өзі иландыру принципін іске асырып жатырсыз. Ал түп санаңыз эмоция мен сезім арқылы нұсқаулықты ғана қабылдайтынын ұмытпаңыз. Сенім эмоцияның ең мықты әрі өнімді түрі. Екінші тарауда айтылған нұсқаулықты ұстаныңыз. Өз күшіңізге сенім арту қиын болмайды. Басында бұл нұсқаулықтар абстракт болып көрінуі мүмкін. Оған мән бермеңіз.
Уақыт өткен сайын нұсқаулықты бұлжытпай орындасаңыз, мүлдем жаңа әлемнің есігін ашылғанын көресіз. Тың күш пайда болып, сізді өзі жетелейді. Жаңа идея келгенде күмәндану, өз күшіне сенбеу барлық адам баласына тән. Ал осындай көрсетілетін нұсқаулықты бұлжытпай орындасаңыз, күмәніңіз сенімге айналып, түбінде өз күшіңізге шүбәсіз сенім пайда болады. Солайша тағдырыма өзім қожа, жаныма өзім капиталмын деп айта аласыз. Тұжырым: оң болсын, теріс болсын, кез келген ой түп санаға өту үшін өзін өзі иландыру қажет болады. Түп санаға әсер етудің өз құны бар. Ол үшін 13 қадамнан тұратын әрекетті тұрақты орындау керек. Түп сана абсолют сенімі арқылы берілген кез келген бұйрықты орындайды, соған сай әрекет етеді. Қалауыңыз нақты анықталғанда оған жететіндей әрекет етіңіз. Қалауыңызды тұжырымдамаға айналдырып жазып қойыңыз. Оны түнде де, таңертең де көзге көрінетін жерге қойып, әбден жаттап алғанша ұйқыға жатарда және оянғанда оқыңыз. Өз тағдырыңызбен айналаңызға әсер етіп, қожайын бола аласыз. Өйткені түп санаға ықпал ету қолыңыздан келеді.